Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сағат 4-тің шайына, қазақта 4-тің шайын жақсы көреміз. Сол үшін біз турецкий бурекиді лаваштан жасап көреміз. Оған бізге бір лаваш, сыр, ірімшік, өзіңіз ішіне не орағыңыз келеді. Соны ірімшік болса да, сыр болса да, соны сала бересіздер. Сосын ары қарай көрсетемін қазір. Қалай пісірудің дайындалуын. Міне лавашты осылай, ең бірінші былай 4-ке бөлеміз. Сосын былай пиццаны 6, 7, 8 кусокқа бөлеміз ғой пиццаны. Осы солай лавашты солай турайсыздар. Енді сырды кесеміз. Міне осылай сырымызды осылай соломка кесіп алдық. Енді осылай қоямыз. Сосын былай орай береміз. Мынау ұшқыр жағын мына жаққа қаратып қоя береміз. Міне бөрекемізді осылай орап қойдық. Енді қазір жұмыртқаға матырып табаға қуырамыз. Мына жаңағы бөрекейді алып, жұмыртқаға бір матырып аламыз осылай. Сосын қызып тұрған майға саламыз осылай. Міне жаңағы бөрекеміз дайын. 4-тің шайына ішуге. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Жаңағы мен үзіп, міне жегенде үстінде сыры міне ағып тұр осылай. Астарыңыз дәмді болсын.